Құрметті Жетісу облысының тұрғындары мен қонақтары, бүгін автомобиль жолдары мен құрылыстары кешенді тексеру шеңберінде полиция департаменті әкімдікпен бірлесіп жол және коммуналдық ұйымдардың автомобиль жолдарын қысқы мезгілде күтіп ұстауға арналған дайындығына комиссия тексеру жүргізді. Тексеру барысында арнайы жол техникалық жай-күйіне, инертті көктайғаққа қарсы материалдардың болуына ерекше назар аударылды. Мәселен, Жетісу облысының аумағы бойынша жалпы 8140 километрден астам автожол өтеді. Оның ішінде 1036 километрі халықаралық және республикалық маңызы бар жолдар. 2700 километрден астам облыстық маңызы бар жолдар. 195 километр аудандық маңызы бар жолдар. Және қалалар мен басқа да елді мекендердің 4100 километр көшелері бар. Қазіргі уақытта жолдарды қысқы күтіп ұстауға 489 бірлік техника, 17600 тонна құм және 2400 тонна тұз бөлінген. Құрметті тұрғындар мен қонақтар, қыс мезгілінің басталуына байланысты полиция департаменті жолдарда өте мұқият болуды, белгіленген жылдамдықты асырмауды, жол және ауа райы жағдайларын ескере отырып, қауіпсіздік қашықтықты және аралықты сақтауды ұсынады. Ұзақ сапарға шығуды жоспарлағанда көліктеріңіздің тек аударып, жазғы дөңгелектеріңізді қысқы дөңгелектерге уақытылы ауыстыруды сұрайды. Әрқашан жолдарыңыз болып, сапарларыңыз сәтті болсын.